بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Бүгін Аллахтың қалауымен шейх Хафиз аль-Хакамидің кітабын оқуды жалғастырамыз. Шейх рахималлаху тағала алдыңғы сабақта таухид аль-ибада, таухид улухия, ғибадат таухидына, улухия таухидына кірген едік. Содан бері сол таухид улухияны талқыладық. Алдында шахада ла иляха иллаллахтың мағынасын талқыладық, илахтың мағынасын талқыладық. Шейх рахималлаху тағала ары қарай айтады: "Ман қалаха муътақидан немесе оқад хаватху лафзату шахада фахия сабилул фаузи ва саада" дейді. Бұл таухид улухияны шахада, яғни калимат таухид, ла иляха иллаллах сөзі қамтыды деп тұр. Фахия сабилул фаузи ва саада. Және де бұл сөз жеңістіктің және де бақыттықтың жолы деп тұр. Ман қалаха муътақидан ма'наха ва кана амиран би муқтадаха фил қаули вал фи'ли ва мата му'мина юб'асу яумал қиямати наджин амина деп тұр. Кімде-кім оның мағынасына иман келтірсе, және де ол ла иляха иллаллах талап ететін нәрселерді орындайтын болса, сөзінде, іс-қимылдарында, және де момын болып осы дүниеден кететін болса, қиямет күні тозақ отынан аманатта қалады деп тұр. فَإِنَّ مَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيْهِ دَلَّتْ يَقِينًا وَهَدَتْ إِلَيْهِ. Сол ла иляха иллаллахтың мағынасы, ешқандай күдік күмәнсіз мағынасы, أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد деп тұр. Жаңа ақиқатында құлшылыққа лайықты Құдай жалғыз ғана Құдай, ол Алла субхана ва тағала. Және де бұл Құдай не нәрсемен жалғызданады? Бил холқи уар расқи уа биттадбири жалла ани шарики уан назири деп тұр. Яғни бұл жаратуда жалғыз болғандықтан, ризық беруда жалғыз болғандықтан, осы әлемді басқаруда жалғыз болғандықтан, ол осы құлшылыққа лайықты, және де оның ешқандай серіктері, және де оған тең келетін еш нәрсе жоқ деп тұр. Содан кейін айтады шейх: "Уаби шурутин саб'атин қад қуйидат, уафи нусусил вахи хаққан варадат, фаиннаху лам янтафи қаилуха бинутқи илля хайсу ястакмилуха, аль-илму вал яқину вал қабулу вал инқияду фадри ма ақулу, ва сидқу вал ихласу вал махабба, ва фақақаллаху лима ахабба" деп тұр. Және де бұл ла иляха иллаллахтың шарттарына келетін болсақ, бұл 7 шартпен шектелген деп тұр. Яғни ла иляха иллаллахтың 7 шарты бар деп тұр. Және де сол шарттар Құран мен сүннетте келген аяттар мен хадистерде келді деп тұр. Уахи осы шарттармен келді деп тұр. Және де сол ла иляха иллаллахты айтушы ешқандай пайда алмайды, егер тек қана осы ла иляха иллаллах деп айтса тілмен, тек қана осы шарттарды орындамаса деп тұр. Және де ол қандай шарттар дейді? Білім дейді бірінші, аль-илму вал яқину вал қабулу, білім, және де яғни ла иляха иллаллахтың мағынасын білу, және де яқин, оған айқын сенімде болу, күдік күмәнсіз, уал қабулу, оны қабылдау, уал инқият, оған бойысыну, фадри ма ақулу, мен айтып атқанымды біліп ал деп тұр. Келесі ас-сидқу, шыншылдық, уал ихласу, ықлас, уал махабба, жақсы көру, уафақақаллаху лима ахабба деп, және де Алла субхана тағала өз жақсы көретін нәрсеге сені туралыққа салсын деп тұр. Алдыңғы сабақта шейхтің бүгінгі айтқан өлең шумақтарын біздер жалпы талқылаған едік. Енді осы сабақта иншалла ла иляха иллаллахтың шуруттары, шарттары туралы сөйлейміз. Шейх рахималлаху тағала айтады: "Уа би шурутин саб'атин қад қуйидат" деп тұр. 7 шартпен шектелген. 7 шарт деген манағы кешегінде айтқандай, бұл индуктивтік метод, яғни индуктивтік әдіс, жаңағындай истиқро, татабу ал истиқро. Яғни ғалымдар Құран мен сүннетте келген түгел аят хадистерді зерттеп, осы шарттарға нәтижесінде зерттеп келіп, сол шарттарға келген. Және де сол зерттеуге байланысты, және әр ғалымның ижтихадына байланысты олар әртүрлі шарттарға айтқан. Біреулер 4 шарт деп айтқан, мысалы Абдурахман Муаллими ла иляха иллаллахтың 4 шарты бар деп айтады. Бір ғалымдар жоқ, 7 шарты бар деген, бір ғалымдар 8 шарты, бір ғалымдар 9 шарты деп айтқан. Бірақ біз бүгін шейхтің айтқан сөзімен шектелеміз. Яғни шейх Хафиз аль-Хаками рахималлаху тағала 7 шарты бар деп айтқан. Және де бұл 7 шартқа толығымен Құран мен сүннетте келген аяттар мен хадистер дәлел болады деп тұр шейх. Және де осы жерде бір жаңағыдай көңіл бөлетін нәрсе, шейхтің айтқан сөзі فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِنُطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا деп тұр. Айтқан адам, яғни ла иляха иллаллахты тек тілмен айтқан ғана адам дейді, ешқандай одан пайда алмайды деп тұр шейх. Тек қана осы шарттарды
толықтырмайынша деп тұр шейх рахималлаху тағала. Яғни біздер осы сөзді естіген кезде кейбір адамдарда сұрақ туындайды, яғни бұл шарттарды орындамаған адам сонда мұсылман емес бола ма, немесе оған қандай мәміле қыламыз деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бір адамдың жүрегінде ол сыртқа шығармауы да мүмкін, бірақ жүрегінде осындай шарт жаңағыдай күдік күмән туындап, ақыр соңында мұсылмандарды діннен шығаратын дәрежеге дейін бару мүмкін. Біздер білу керек нәрсе, ғалымдар рахматуллахи алейхим бұл нәрсені түсіндірген кезде, яғни ла иляха иллаллахтың шартын түсіндірген кезде, олар айтады, бізде исламның екі түрі болады деп айтады. Исламның екі түрі болады. Әл-исламул хукми уәл исламул хақиқи деп тұр. Адам, яғни дінде, ислам дінінде бар, ислам дін мұсылман деп саналатын адам екі түрлі болады екен. Ақиқи мұсылманшылдық, ақиқи ислам, және де үкімде ислам адам. Үкімде исламда болған, немесе үкіми ислам деп тұр. Әл-ислам хақиқи, әл-ислам әл-хукми. Әл-ислам әл-хақиқи, яғни шыншыл ислам, бұл Алла субханала тағаланың алдында, расында адамға пайда алып келетін, тозақ отынан сақтайтын, жәннатқа кіргізетін ислам, бұл исламул хақиқи, яғни ақиқи ислам. Бұл ислам хақиқи, адам қашанда осы шарттарды орындаған болса ғана осы исламға жетеді. Ақиқи исламға осылайша жетеді. Екінші ислам әл-хукми, яғни үкімдегі ислам. Яғни адамның үкімі исламда болады. Қалай? Ол өзін, ла иляха иллаллах деп айтады, өзін мұсылман деп санайды, жаңағыдай кейбір құлшылықтардың түрлерін орындайды. Біз оны діннен шығармаймыз. Біз оған мұсылман деп айтамыз. Және де бұл жаңағыдай ислам хукми деп айтады. Ислам хукми деп айтады, үкімдегі ислам. Бұл хукми ислам, яғни үкімінде мұсылман болатын адам, бұл мұнафиқ болуы мүмкін. Яғни арасында мұсылман емес болуы мүмкін. Немесе әлсіз мұсылман болуы мүмкін, пасық мұсылман болуы мүмкін. Немесе оған дәлелдер жетпеген мұсылман болуы мүмкін. Немесе дәлелдерді дұрыс түсінбей, олардың мағынасын бұрмалаған мұсылман болуы мүмкін. Осындай болғандықтан олар қиямет күні әртүрлі мәміле қылынады. Осы туралы жалпы Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллаху тағала Мажмул фатауа 7-ші том 259-ші бетінде айтады. «Валамма кана куллу ман ата бишахадатайни сара муслиман мутамайизан» деп тұр. Сондықтан кімде-кім ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп айтатын болса, бұл адам мұсылман болады да басқа дін өкілдерінен ерекшеленеді. Яғни мұсылман деген үкімді алады деп тұр. Тажри алейхи ахкамул ислам аллати тажри алал муслимин деп тұр. Түгел мұсылмандарға жүретін үкімдердің түгелі оған жүреді деп тұр. Яғни неке қиылады, мирас алынады, оған ассаламу алейкум деп айтады, еті желінеді, арғарай дәл сол сияқты деп тұр. Сондықтан дейді фалихада қоля Зухри, сондықтан имам Зухри рахималлаху тағала нағыл деп айтқан ал-исламул калима деп тұр. Ислам бұл сөз деп тұр. Яғни ла иляха иллаллах сөз деп тұр да. Ва аля залика вафақаху Ахмад ва гайруху деп тұр. Имам ибн Таймия айтады. Және де бұл Зухридің сөзіне имам Ахмад та келіскен, басқалар да келіскен деп тұр. Оның алдында Шейхул Ислам ибн Таймия қандай ақиқи ислам туралы сөйледі. Мынау қандай ислам? Хукми ислам. Үкімде адам қашан мұсылман болады, қашанда ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах десе, және де өзі мұсылман санаса, амалдар жасайтын болса, кейбір амалдар жасап жүрсе, бұл мұсылман болып қала береді, бұны діннен, ислам шеңберінен шығармаймыз деп тұр. Дәл сол сияқты имам Аль-Хафиз ибн Раджаб Аль-Хамбали рахимахуллаху тағала ол айтады, өзінің Фатхул Бари деген кітабы бар, шейхтің бірінші томда 117 бетінен нақыл деп айтады. Ал-ислам ютлақу би'тибарайни деп тұр. Ислам деген сөзді екі мағынада келу мүмкін. Ислам деген сөз екі мағынада келу мүмкін. Біріншісі ахадухума би'тибарил ислами ал-хақиқи. Шыншыл ақиқи ислам. Ақиқи ислам. Ва хуа динул ислам аллази қала Аллаху фихи. Бұл расында Аллахтың діні, ислам деген діні. Алла субханала тағала Құранда айтқандай, инна дина индаллахил ислам. Расында Аллахтың алдындағы дін бұл ислам діні. Басқа аятта айтады Алла: "Ва ма ябтаги гайрал ислами динан фала юқбалу минху." Аллахтың алдында исламнан басқа дінді қалаған адамнан ол дін қабыл болмайды деп айтады Алла субханала тағала. Бұл бірінші, яғни бұл қандай? Ақиқи ислам. Расында адамға жаңағындай ешқандай күдік күмәнсіз 100% иншалла қиямет күні пайда беретін ислам осы. Яғни қашанда жаңағы 7 шарттарды орындаған кезде. Екінші ислам би'тибарил истислами захиран ма адамил ислами батинан деп тұр. Екінші ислам дейді,
яғни адамдарға өзінің мұсылман екенін көрсетеді, Аллахқа бойұсынатын екенін көрсетеді, ішінде мұсылман болмаса да деп тұр дейді. Иза вақа хауфат ка исламил мунафиқин. Яғни исламды қорқып қабылдады, мұнафиқтар сияқты деп тұр. Яғни бұл жаңағыдай Ибн Раджаб рахималлаху тағаланың манағы осы нәрсені жаңа ислам хукми, яғни ислам хақиқи деп бөлгені туралы сөз. Сондықтан адам жаңағыдай осы 7 шарт не істеп алып, жаттап алып, содан кейін кімде-кім ла иляха мағынасын білмесе болды, оны ислам шеңберінен шығарып жіберіп, немесе мұсылман емес, немесе тозақта болады деген нәрседен аулақ болу керек. Себебі жалпы такфир деген нәрсе, мұсылманды күпірлікте айыптау, бұл үлкен күнәлардың бірі. Соған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ман қала ли ахихи я кафир фақад баа би ахадихима" деп тұр. Кімде-кім өз бауырына "ей кәпір" деп айтатын болса, бұл сөз екеуінің біреуіне оралады. Расында екеуінің біреуіне оралады. Сондықтан бұл нәрсе үлкен күнә екендігін біздер ұмытпау керекпіз. Және де осы шарттарды үйреніп алып, өзімізді кәдімгі мықты мұсылман деп санап, қалған мұсылмандардың түгелін төмендетуге болмайды. Себебі кейбір адамдардың үзірі болуы мүмкін. Бұл қысқаша кіріспе бүгінгі сабаққа. Енді жалпы осы 7 шарт туралы сөйлейтін болсақ, бұл шарттар туралы, яғни кейбір адамдар ойлауы мүмкін, бұл шарттарды осы заманда ғана кейбір ғалымдар ойлап тапты деп ойлауы мүмкін, бірақ олай емес. Себебі баяғы мысалы табииндердің кезінде, сахабалардың шәкірттерінің кезінде ғалымдар ла иляха иллаллахтың шарты бар екендігін айтып кеткен. Мысалы Хасан аль-Басри рахималлаху тағала, бұл сахабалардың шәкірті, оған бір адамдар келіп нағыл деп айтқан, ла иляха иллаллах деп айтқан, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ деп айтқан адам жаннатқа кіреді деп айтыпты. Сол кезде Хасан аль-Басри нағыл деген: "Ман қала ла иляха иллаллах фаадда хаққаха ва фардаха дахала аль-жанна" деп тұр. Сол кезде Хасан аль-Басри айтады: кімде-кім ла иляха иллаллах деп айтса, сосын сол сөздің ақысын берсе, және де сол сөздің парызын орындаса, сол кезде ғана жаннатқа кіреді деп айтқан. Басқа жерде Хасан аль-Басри жаңағыда фараздақ деген басқа ғалымды көреді. Сол фараздақ өзінің әйелін жерлеп жатқан кезде мана Хасан аль-Басри оған айтады: "Ма а'датта ли хадал йоум", осы күнге не нәрсе дайындадың деп тұр. Сені жерлейтін күнге сен не нәрсе дайындадың деп сұрайды Хасан аль-Басри. Сол кезде мына фараздақ айтады: "Шахадат ан ла иляха иллаллах мунду 70 сана" дейді. 70 жыл бұрын мен ла иляха иллаллах куәлігін айттым, осын дайындап қойдым дейді, осы күнге деп тұрды. Сол кезде Хасан аль-Басри айтады: "Ни'мал идда" деп тұр. Қандай керемет нәрсе дайындап қойыпсың деп тұр. "Валакин" дейді, алайда дейді, "ли ла иляха иллаллах шурутан", алайда дейді, ла иляха иллаллах сөзінің шарттары бар деп тұр Хасан аль-Басри дейді. "Фа ияка ва қадфал мухсанат" деп тұр. Сондықтан сен жаңағындай мұсылман адамдарды зинамен айыптама деп тұр Хасан аль-Басри. Яғни бұл не үшін айтып тұр Хасан аль-Басри? Мана адамның тілінде бір заттар көріп қалған, жаңағындай жаман заттар, сол ла иляха иллаллах шартына қарсы болып тұр ол. Қандай үлкен күнәлар да? Қадфул мухсанат, момындарды зинамен айыптау, ол үлкен күнә. Сондықтан ол ла иляха иллаллахтың бір шартын төмендететін, нұқсан қылатын нәрсенің бірі. Сондықтан Хасан аль-Басри айтты: "Сен ла иляха иллаллах бар ма?" деп. Бар. Оның шарттары бар, білесің ба? Сол шарттардың бірі осындай күнә жасамау деп тұрды. Түсінді ме? Ары қарай бір табииндердің бірі Вахб ибн Мунаббих рахималлаху тағала сол кісіден сұрайды екен: "Алейса мифтахул жанна ла иляха иллаллах?" Ла иляха иллаллах сөзі, яғни Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ сөзі жаннаттың кілті емес пе деп сұраған кезде ол айтады: "Бәлә", әрине деп тұр. "Валакин ма мин мифтахин илля лаху аснан" дейді. Алайда әрбір кілттің тістері бар ғой дейді. "Фа ин атайта би мифтахин лаху аснан футихат лак ва илля лам юфтах лак" деп тұр. Сондықтан сен бір есікті ашайын десең, сенің тістерің келіспесе, сен ол есікті аша алмайсың дейді. Ал келісетін жағдайда ғана сен ол есікті аша аласың деп тұр Вахб ибн Мунаббих.
Ол нәрсенің түгелі, осы манағы сөздердің түгелі, жаңа ля иляха иллаллахтың шарттары бар екендігіне, оны салаф ғалымдар, яғни өткен жаңағындай сахабалардың шәкірттері, табииндер осы нәрсені айтқандығына дәлел болып, осы асарларды келтірумен шектелеміз. Ары қарай осы шарттардың түгелін дәлелдермен, яғни Құран мен сүннеттен болған дәлелдермен қысқаша алуды тырысамыз. Ол туралы, яғни шейх айтады, әл-илм дейді, уәл-яқину уәл-қабулу деп тұр. Бірінші үш шарт, бұл білім, яқин, қабул, қабылдау, әл-инқият, бойсыну, сидқ, шыншылдық, ихлас, яғни ихлас, уәл-махабба, және де махаббат. Әл-илм, илм дегенне ол білім, білім ол ля иляха иллаллахтың мағынасын білу. Ля иляха иллаллахтың мағынасын білу. Және де бұл ля иляха иллаллах, алдыңғы сабақта біз илахтың мағынасын алдық қой. Бұл ля иляха иллаллах екі рүкіні бар екен білу. Екі тірегі бар екендігін білу. Біреуі жоққа шығару, біреуіне бекіту. Себебі жоққа шығарудың өзі таухид болып есептелмейді. Аллахты жалғыздау болып есептелмейді. Неге? Себебі жоққа шығаратын адам, яғни құдайлар жоқ, құдай жоқ деп айтатын адам, бұл кім? Бұл мульхид, атеист, дінсіз адам. Ал исбат, бекітудің өзі, ол ешқандай Алла субханала тағаланы құлшылықпен шектеу, құлшылықтың түгелі тек қана Аллахқа арналады дегенді білдірмейді. Яғни Аллах бар, Аллахқа сенемін, Аллахқа құлшылық қыламын деген нәрсе басқа біреуге құлшылық қылмаймын деген сөз емес деп. Сондықтан бекітудің өзі таухид емес, яғни бір құдайшылдық емес, монотеизм емес. Бекітудің өзі бұл не? Бекітудің өзі ол ширк. Бұл не? Бұл ширк. Мүшриктер, яғни Аллахтан басқа біреулерге құлшылық қылатындар, Аллахты жоққа шығармайды, Аллахты бар деп айтады. Алайда Аллахтан басқа біреу құлшылыққа лайықты деп айтады. Пәленше құлшылыққа лайықты деп айтады. Сондықтан таухид қашанда дұрыс болады, қашанда бізде бекіту мен жоққа шығару жиналса. Сондықтан осы ля иляха иллаллах сөзінің құрылысын қарайтын болсақ, өзі сол. Ля иляха жоққа шығару, иллаллах бекіту. Яғни құлшылық Аллахтан басқа құдайлардың түгелі ешқандай құлшылыққа лайықты емес. Біз құлшылықты жоққа шығарып жатырық оларға ойлайсыз. Және сол құлшылықтардың түгелін біз кімге бекітіп жатырық? Лайықты екендігін Алла субханала тағалаға бекітіп жатырық. Және де бұл нәрсе ияка набуду ва ияка настаиннің мағынасы. Біздер күнде оқитын Фатиха сүресінің мағынасы ияка набуду. Яғни Алла субханала тағала бұл аятта набудука ва настаину бика деп айтпады. Ияка набуду ва ияка настаин деп айтты. Бұны тілде инверсия деп айтады. Яғни инверсия деген артта тұратын сөйлемнің құрылысында әдетте артта тұратын сөздерді алға шығару. Яғни сөйлемнің құрылысын жаңағыдай бастауыш баяндауыш болса, баяндаушты алға шығарып, бастауышты артқа қою. Бізде көбінесе біздің тілімізде оны кімдер қолданады? Ақындар қолданады. Не жаңағыдай не ол үшін үлес не дейді? Рифма. Ұйқас болу үшін. Дұрыс па? Ал араб тілінде бұндай инверсияны жасаған кезде не болады екен? Бір пайда бар екен. Қандай? Ол хасыр. Хасыр шектеу. Яғни ияка деп біз шектеп тұрмыз. Саған ғана деп тұрмыз. Яғни сенен басқа ешкімге құлшылық қылмаймыз, тек қана саған ғана құлшылық қыламыз деген мағынаны білдіреді екен араб тілінде. Ияка набуду. Соның өзі жаңағы бекіту мен жоққа шығаруды қамтып тұр. Ал бұл білім, яғни ля иляха иллаллахты білу керек деген шарт, соның дәлелдеріне келетін болсақ, Алла субханала тағала айтады: "Фа'алам аннаху ла илаха иллаллаху вастағфир ли замбик" деп тұр. Алла субханала тағала айтады: "Біл, ей Мұхаммед, ла иляха иллаллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ екендігін, және де өзің күнәларың үшін кешірім сұра" деп Алла субханала тағала бұйырады. Осы жерде фа'алам, біл, аннаху ла иляха иллаллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ деп бұйырып тұр Алла субханала тағала. Сондықтан бұл білім шартына осы аят дәлел болып есептеледі. Басқа аятта Алла субханала тағала айтады: "Илля ман шахида бил хаққи ва хум я'ламун" деп тұр. Илля ман шахида бил хаққи ва хум я'ламун. Алла субханала тағала шапағат қылатын өзінің ізгі құлдары туралы айтқан кезде, яғни пайғамбарлар, салихалы құлдары туралы айтқан кезде ал деп тұр. Шапағатты тек қана кімнен қабылдаймыз деп тұр? Илля ман шахида бил хақ деп тұр. Ақиқатқа куәлік еткендер,
уахум я'ламун, біле тұра ақиқатқа куәлік еткендер деп тұр. Муфассир ғалымдар түгелі осы илля ман шахида бил хақ, ақиқатқа куәлік еткендер дегенде, яғни ла иляха иллаллах куәлігін айтады. Яғни біле тұра ла иляха, яғни ла иляха иллаллахтың мағынасын біле тұра соны куәлік еткендер деген мағына шығады. Сондықтан бұл нәрседе бізге не жаңа білім шартына дәлел болып есептеледі. Және де оған Усман ибн Аффан радиаллаху анхунun хадисі бар. Ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илаха иллаллаху дахалал жанна" деп тұр. Кімде-кім ла илаха иллаллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ екендігін біле тұра өмірден кететін болса, жәннатқа кіреді деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама айтқан екен. Бұл не? Білім шарты. Екінші шарт ол яқин. Яқин деген айқын шарт, айқын сенім, күдік күмәнсіз сенім, яқин. Бұл деген сөз адам ла илаха иллаллахты айтқан кезде шын жүрегімен сол мағынаға сену керек, ешқандай күдік күмәнсіз. Сондықтан оған дәлел Алла субханала тағала өзінің момын құлдарын сипаттай отыра нағыл деп айтады: "Иннамал муъминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу ва жахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллах улаика хумус садиқун" деп тұр. Расында момындар деген кімдер? Олар Аллахқа иман келтіргендер, оның елшісіне иман келтіргендер, және де ол нәрседе ешқандай күдіктенбегендер, күдіктер жоқ адамдар ешқандай осы нәрседе. Ваджахаду би амвалихим ва анфусихим деп, және де Аллахтың жолында өздерінің мал мүліктерін жұмсады, өз жандарын берген адамдар, және де бұлар ғана шыншылдар деп тұр. Бұлар ғана шыншылдар. Қалай? Аллахқа және оның елшісіне қалай иман келтіргендер? Ешқандай күдік күмәнсіз иман келтіргендер. Бұл нәрсе не? Яқин, бұл аят яқин шартына дәлел болып есептеледі. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама Сахih Муслимда келген хадисте Абу Хурайрадан айтады: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анни расулуллах ла ялқаллаху бихима абдун гайра шаккин фихима илля дахалал жанна" деп тұр. Ла илаха иллаллах дейді, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ деп куәлік еткен адам. Және де мен, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама, Аллахтың елшісі екендігіне куәлік еткен адам, осы екі сөзбен Аллахты ешқандай күдік күмәнсіз, осы екі сөз мағынасына күмәнданбай кездестірген адам жәннатқа кіреді деп айтты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Яғни бұл да яқин шартына дәлел болып есептеледі. Және де Сахih Муслимда Абу Хурайрадан басқа хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ман лақита мин вараи хазал хаид яшхаду ан ла илаха иллаллах мустайқинан бихи қалбуху фабашшируху бил жанна". Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайраға радиаллаху анху нағыл деп айтады: осы жардың артында кімді кездестірсең, және де сол адам жүрегімен айқын ла илаха иллаллахқа сенетін болса, оны жәннатпен қуандыр, сүйіншіле деп айтқан екен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Бұл да түгелі яқин шартына дәлел болып есептеледі. Келесі шарт, үшінші шарт, бұл ықылас шарты. Ықылас шарты. Және ықылас дегеніміз, яғни біз қашанда ла илаха иллаллахты айтқан кезде, оны Аллахтың разылығы үшін айту. Және ла илаха иллаллахқа орындаған кезде, оны Аллахтың жүзін қалай отыра жасау. Ешқандай бір мадақ, адамдардың арасында даңқ, дәреже немесе дүние мүлік үшін оны айтпау керек адам. Осы ықылас шарты. Және де бұған дәлелдер өте көп. Соның бірі Алла субханала тағала айтады: "Аля лиллахи динул халис" деп тұр. Расында Аллахқа таза дін ғана тән. Яғни дін жаңағындай риямен, яғни жаңағындай амалдарын адамдарға көрсету үшін жасау, немесе адамдардың сум'a деп айтады, адамдардың бір мадағын іздеумен араласқан дін Аллахқа керек емес. Аллахқа таза халис дін керек. Соның халис деген таза. Сондықтан ықылас деп айтылған. Себебі жүрегі таза адам. Не нәрсеге? Сол Алла субханала тағалаға таза адам. Тек қана Алла субханала тағала құлшылық қылады. Басқа аятта Алла субханала тағала айтады: "Ва умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин" деп тұр. Бұларға ықыласты түрде дінді тазарта отыра Аллахқа ғана құлшылық қылу бұйырылды деп тұр. Алла субханала тағала Байна сүресінде. Және де Сахih Бухари Муслимде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайраның хадисінде
айтады: асадун наси би шафаати яумал қиямати ман қала ла илаха иллаллах халисан мин қалбихи. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи айтады: мен шапағатына ие болатын ең бақытты адам дейді, қиямет күні мен шапағатына ие болатын ең бақытты адам деп тұр, ла илаха иллаллах сөзін ықыласты түрде жүрегінен айтқан адам деп тұр. Ықыласты түрде жүрегінен айтқан адам деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи айтады екен. Бұл үшінші шарт, ықылас шарты. Төртінші шарт ол не? Шыншылдық, асыдық. Шыншылдық. Оған және де қарама қарсы нәрсе ол не? Өтірік, кәзиб. Яғни шыншылдық, адам ла илаха иллаллахты айтқан кезде оны шыншыл түрде айту керек. Өтірік айтпау керек ол жерде, және де бұған дәлел ол не? Мұнафықтардың хал жағдайы. Мұнафықтар бұлар ла илаха иллаллахты айтатын болған, Мұхаммад Расулалла айтатын болған, намаз оқитын болған, ораза ұстайтын болған, жақсылықтарды жасайтын болған, бірақ оны түгел өтірік жасайтын болған. Тек көз бояушылық, Сондықтан Алла субханала ва тағала айтады, сол мұнафықтардың сипаттай отыра: «Иза жаакал мунафиқуна қалу нашхаду иннака ля расулуллах, валлаху я'ламу иннака ля расулуху, валлаху яшхаду иннал мунафиқина лакадибун» деп тұр. Саған мұнафықтар келген кезде нағыл деп айтады: біз сені Аллахтың елшісі екендігіне куәлік етеміз деп тұр. Аллах айтады: Аллах біледі деп тұр. Валлаху я'ламу, Аллах біледі сен Мұхаммад Аллахтың елшісі екендігін деп тұр. Және де Аллах куәлік етеді мұнафықтардың өтірікші екендігіне деп тұр. Яғни манағы куәлігінде, Мұхаммад Расулаллах куәлігінде өтірікші екендігін Алла субханала ва тағала олардың мұнафықтардың жағдайын осылайша баяндаған екен. Басқа аятта Алла субханала ва тағала айтады: алиф лам мим хасибан насу ан ютраку ан яқулу аманна ва хум ла юфтанун ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين деп тұр. Алиф лам мим деп тұр. Адамдар олар иман келтіргеннен кейін Аллах оларды ешқандай сынақсыз тастап қояды деп ойлай ма деп тұр. ولقد فتنا الذين من قبلكم. Сендерден бұрынғы болған қауымдарды, иман келтірген қауымдарды біздер не? Сынаққа ұшыраттық деп тұр. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Не үшін бұл сынақтар келеді деп тұр? Аллах шыншылдар мен өтірікшілерді білу үшін деп тұр. Яғни Аллахтың білімі сендерге көріну үшін. Аллах оны баяғыдан бері біледі, бұның білімі жаңармайды. Сондықтан бұл жерде адам ла илаха иллаллах деп айтқаннан кейін сол ла илаха иллаллах куәлігін қабіріне дейін шыншыл алып кету керек. Сол жолдан тайып кетпей, сүрінше қайттан тұрып, осы ла илаха иллаллахтың куәлігін қабіріне дейін шыншыл түрде алып кету керек. Және де сахихайнда, яғни Бухари мен Муслимда келген хадисте, Муаз бин Джабалның хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма мин ахадин яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах сидқан мин қалбихи илля харрамаху Аллаху алан нар" деп тұр. Қараңыз, Муаз бин Джабалның хадисіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен: әрбір ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп жүрегінен шыншыл түрде куәлік еткен адамды Аллах тозақ отына не қылады? Харам қылады. Яғни тозақ отына ол адамды кіруге тыйым салады ол адамға. Яғни жаннатқа кіреді деген сөз. Бұл не? Шыншылдық, сыдық шартының дәлелдері. Бесінші шарт ол махабба. Яғни адам ла илаха иллаллахты айтқан кезде ол не? Ла илаха иллаллахты жақсы көру керек. Осы Аллахтың дінін жақсы көру керек. Құран, сүннетті жақсы көру керек. Және де осы діннің кейбір нәрселерін жек көрсе, бұл ла илаха иллаллахтың бір шартын, осы махаббат шартын ол адам не істеген сөз? Бұзған деген сөз болып есептеледі. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад немесе Алла субханаху ва тағала айтады: "Ва минан наси ман яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббунахум ка хуббиллах валлазина аману ашадду хуббан лиллах" деп тұр. Адамдардың арасында сондайлар бар дейді. Аллахтан басқа біреулерді өздеріне тәңір қылып алатындар бар деп тұр. Және де бұлар ол тәңірлерді Аллахты қалай жақсы көру керек, солай жақсы көреді деп тұр. Ал момындар олатын болса, Аллахты олардан қаттырақ жақсы көреді деп тұр. Неге? Себебі олардың жақсы көруі тек қана жалғыз Аллахқа арналған. Пұттарға, басқа нәрселерге
арналмаған. Иә, сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама хадисте айтады: аусақу урал ислами ал-хуббу филла вал буғду филла деп тұр. Иманның ең, яғни қатты байланған арқаны деп тұр, Аллахтың разылығы үшін біреуді жақсы көру және де Аллахтың разылығы үшін біреуді жек көру деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама айтады екен. Басқа хадисте, Анастың хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Саласун ман кунна фихи ваджада халаватал иман, ваджада бихинна халаватал иман. Ан якуна Аллаху ва расулуху ахаббу илейхи мимма сиваху, ан юхиббал мар'a ла юхиббуху илля лиллах, ва ан якраха ан яуда фил куфри кама якраху ан юқдафа фин нар" деп тұр. Анастың хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: үш сипат бар деп тұр. Сол үш сипатты жинаған адам иманның тәттілігін сезеді, иманның тәтті дәмін сезеді деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан кейбір адамдар айтады: иманның жаңағындай несі сезбей кеттік, жүрегіміз не істейді, намазға барамыз, дым сезбей келеміз дейтін болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: осы үшеуін жинасаң дейді да, жеткілікті. Осы үшеуінде проблема іздесін өзінде. Адам өзін жақсырақ біледі. Адам өз-өзіне есеп алу керек, өз-өзінен. Осы үш нәрседе есеп алу керек. Біріншісі айтады: ан якуна Аллаху ва расулуху ахаббу илейхи мимма сивахума деп тұр. Аллах және де оның елшісі ол адам үшін ең сүйкімді болу керек. Ең қатты жақсы көретін нәрсесі Аллах пен оның елшісі болу керек. Яғни өзінен де қатты, әке-шешелерінен, бала-шағасынан да қатты Аллах пен оның елшісін жақсы көру керек деген сөз. Ол қалай? Оны қалай деп айтатын болсақ, мысалы кейбір адам сұрайды: қалай салыстырамыз кімді қаттырақ жақсы көретін екендігін? Ол жерде Ибн Қойым рахималлаху тағала осы сұраққа қалай жауап берген? Ол айтады: қашанда саған сен Аллахтың қалауын алға қойып, басқа нәрседен, басқа адамдардың өзіңнің қалауын, басқа нәрселерден, басқа қалаулардан алдын қоятын болсаң, сен Аллах пен оның елшісін қаттырақ жақсы көресің деп сөз. Яғни сенің мысалы мал-мүлкің бар, зекет шығаратын уақытың келді. Зекет шығаратын уақытың келді, бір жағынан баланы оқуға беру керек. Колледжға, мектепке, немесе тағы бір жерге, қымбат жерге берің келеді. Зекет берсең, бере алмай қалам деп ойлап тұрсың мектепке. Осы жерде бөлінеді: Аллахты қаттырақ жақсы көресің ба, немесе балаңды қаттырақ жақсы көресің ба? Таңертең фаджр намазына будильник жаңағындай шырылдап жатыр. Осы жерде мен шаршадым, түнде кеш жаттым, қазір тұрып кетсем, сосын ұйықтай алмай қалам, жұмысқа барып, сосын күн бойы шаршаймын деп ойлап, будильникті осы жерде екі қалау тұр. Өзіңді аяп жатқан, өзің нәпсіңді аяп жатқан қалауың тұр, және де Аллахтың қалауы тұр. Осы жерде сен Аллахтың қалауын алға қоятын болсаң, сен Аллах пен оның елшісін өзіңнен қаттырақ жақсы көресің. Және де осындай мысалдар көп. Яғни адам өз-өзін осы нәрсеге салып сынай алады. Бұл бірінші сипат. Екінші сипат: ан юхиббал мар ла юхиббуху илля лилля деп тұр. Адамды жақсы көретін болса, тек қана Аллахтың разылығы үшін жақсы көру деген сөз. Адамды жақсы көретін болсаң, Аллахтың разылығы үшін жақсы көру. Сондықтан осы жерде көп проблема болады. Адамдар бір-бірімен бауыр болса да, намаз оқитын бауыр болатын болса да, көбінесе бір өзінің жаңа компания деп айтады, сол нәрсе бір жамағат болады, солмен жиналады да, олар доп тебетін болсаң, доп тебетін болғандықтан бірге жиналады. Немесе бір жаңағындай интерес дейді, бір қызғатын нәрселер бар, сол үшін жиналады. Немесе мал-мүлік үшін жиналады. Бірақ өз-өздерін алдайды. Аллахтың разылығы үшін бауырымыз ғой деп та. Бірақ сол бауырмен бір проблема болып қалсын, жұмысында, футболда, жаңағы, немесе тағы бизнестарында проблема болсын, ол бауырмен солай ұрсады, ол адаммен ендігіде кездеспейтін болады. Және де өзінің өкініштерін өзін алдайды қалай. Ол өкініш, дүние үшін өкініш ол. Осы өкінішті, жоқ, мен оны Аллахтың разылығы үшін жеп көріп жатырмын деп ойлайды. Ол өз-өзін алдау болып есептеледі. Аллахтың разылығы үшін біреуді жақсы көру және жек көру біз қалай тексере аламыз? Оны ол саған бір нәрсе беріп жатыр ма? Сенің жақсы көруің көбеймейді. Яғни Аллахтың разылығы үшін жақсы көруің көбеймейді. Сенен бір нәрсе тыйып жатыр ма? Саған бір нәрсе беріп жатқан жоқ па? Ақылы түрде. Ақылы ол саған бермеуге. Қарызға сұрап тұрсың, ақшасы бар. Ол бермеді ма? Сенің жүрегіңдегі махаббатын төмендемеу керек. Түсінді ма? Осылай тексере аламыз. Немесе оның бір сапарда жаңағындай басқа құлшылықтарын көріп қалдың. Жаңа түнгі намазға тұрады екен, ақылақтарын көріп қалдың, сенің махаббатың көбею керек. Осылайша анықтай аламыз.
адамды Аллахтың разылығын жақсы көреміз ба, жек көреміз ба? Осы нәрсемен анықталады. Бұл екінші сипат. Үшінші сипат ан якраха ан яуда фил куфри кама якраха ан юқтафа фин нар деп тұрды. Және де күпірлікке түсуді соншалықты жек көру, тозақ отына лақтырылуды қалай жек көрсе, солай жек көру. Яғни адам тозақ отына лақтырылуды жек көреді ғой. Дәл сөйтіп күпірлікті не жек көру керек. Күпірлікке қайтуды. Дәл солай не жек көру керек. Осы үш нәрсе жиналса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады не? Лауаджада бихинна халаватал иман деп тұр. Иманның ләззатын, иманның тәтті дәмін сезеді деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Иә? Бұның түгелі не? Жаңағыдай махаббат шартының дәлелдері. Иә? Алтыншы және де шарт ол не? Әл-инқият, яғни бұл не? Инқият бойсыну деген сөз. Бойсыну, бағыну. Бұл нәрсеге қарсы бойсынбау. Яғни ла илаха иллаллах, сен Аллахты өзінің тәңірің екендігін мойындасаң, және де ол жалғыз тәңір екенін, құлшылыққа лайықты екенін мойындасаң, сен өзіңе құлшылықтарды ойдан таба алмайсың. Біздің ақылымыз ол нәрсеге жете алмайды. Сондықтан Алла субханала тағала бұйрықтары бар. Сен сол бұйрықтарға бағынасың ба, бағынбайсың ба? Сен манағы білген нәрсеңе, ла иляха иллаллахтың мағынасына, сенген нәрсеңе, сен расында сол нәрсені жаңағыдай толық орындап жатырсың ба, орындап жатқан жоқсың ба? Осы шарт арқылы білінеді. Иә, сен ла иляха иллаллахқа және Алла субханала тағала бұйрықтарына бойсыну керек. Сондықтан Алла субханала тағала айтады: "Ва анибу иля роббикум ва аслиму лаху" деп тұр. Аллахқа бойсыныңдар деп тұр, және бағыныңдар деп Алла субханала тағала айтады екен. Басқа аятта: "Ва ман ахсану динан мимман аслама ваджхаху лиллахи ва хуа мухсин" деп тұр. Өзінің жүзін Аллахқа бой ұсындырған және де адамдарға жақсылық жасайтын адамның дінінен жақсырақ дін бар ма деп тұр. Одан жақсырақ дін болу мүмкін емес деп тұр да. Өзінің жүзін Аллахқа бағындырған және адамдарға жақсылық жасайды. Екі ақыны сақтап жүр. Аллахтың ақысын да сақтайды, адамдардың да ақысын сақтайды деп тұр. Және де соңғы шарт бұл не? Әл-қабул, яғни бұл ла илаха иллаллахты қабылдау. Яғни кейбір адамдар болады, толығымен келіседі. Ла илаха мағынасын да түсінеді, олмен келіседі, бірақ қабылдамайды. Оны жоққа, яғни жүрегімен жоққа шығарады. Мысалы, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның ағасы Абу Талиб. Бұл айтады: "Мен Мұхаммадтың діні адамдардың арасындағы ең көркем дін екендігін білемін" деп тұр дейді. Егер де менің қауымым мені солардың сөздерінен, солардың жаман тілдерінен қорықпағанда дейді, мен осы дінді қабылдар едім деп тұр да. Қабылдамады ақыр соңында. Және де не? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям оның не тозаққа баратынын бізге айтқан еді. Сондықтан Алла субханаху ва тағала айтады: "Сумма нунajji русулана валлазина аману кадалика хаққун алейна нунджил муъминин" деп тұр. Яғни Алла субханаху ва тағала айтады: "Біздер тозақ отынан өзіміздің елшілерімізді және де олармен бірге иман келтіргендерді сақтаймыз" деп тұр. Және де біздер момындарды міндетті түрде сақтаймыз деп тұр. Момын деген кімдер? Аллахқа бағынғандар. Басқа аятта Алла субханаху ва тағала айтады: "Иннахум кану иза қила лахум ла илаха иллаллаху ястакбирун ва яқулуна инна латарику алихатина ли шаирин majнун" деп тұр. Және де мүшриктердің халін баяндай отыра Алла субханаху ва тағала айтады: "Бұларға ла илаха иллаллах деп айтылған кезде, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ деп айтылған кезде, ястакбирун деп тұр. Олар не? Тәкаппарланатын еді, қабылдамайтын еді, жүректермен тәкаппарланып қабылдамайтын. Және де қалай оны жоққа шығаратын еді? Ва яқулуна инна латарику алихатина ли шаирин majнун. Біздер өздеріміздің құдайларымызды осы жынды ақын үшін тастаймыз ба, яғни Мұхаммад үшін тастаймыз ба деп айтатын болған. Яғни өздері олар ла илаха иллаллахтан қандай мағынаны түсінген? Мана бүкіл құдайларымызды, пұттарымызды, бүкіл құлшылық жүрген нәрселерін түгел тастап тек қана Аллахқа құлшылық керек екендігін түсінгенде, бірақ оны қабылдағысы келмеген. Себебі неде? Истикбар, тәкаппарлық кейбір. Және де бұл нәрсе манаға қабул шартына қарама қарсы. Осымен бүгінгі болды. Аллаху алям ва саллаллаху аля набийина Мұхаммад ва аля алихи ва саллам.